Қарағанды облысы 15 желтоқсаннан бастап жасыл аймақта күн сайын COVID-19 инфекциясының 70-ке жуық жаңа жағдайы тіркеледі. Статистика жақсы болғанымен босаңсуға болмайды. Карантиндік шараларды сақтай отырып, жаңа жылдық іс-шараларды өткізуге рұқсат етіледі. Бірақ адам көп жиналмауы тиіс және барлық санитарлық нормалар қатаң сақталуы керек. При организации проведения таких мероприятий мұндай іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу кезінде қолданыстағы қаулының талаптарын қатаң сақтау қажет. Атап айтқанда, салтанатты естелік отбасылық іс-шараларды өткізу үшін толымдылық 50%-ға дейін. Бірақ 100 орыннан аспауы керек және ашық жобасына қатысатын объектілер үшін қызметкерлер мен келушілердің жасыл мәртебесі болған кезде ғана рұқсат етіледі. Биылғы жылы оқу орындарында жаңа жылдық ертеңгіліктерге рұқсат беріледі. Жалғыз шарт санитарлық нормаларды сақтау. Яғни іс-шара әр топ немесе сынып үшін бөлек өткізілуі керек. Ата-аналар мен бөгде адамдарға қатысуға болмайды. в детских Мектепке дейінгі балалар ұйымдарында, білім беру объектілерінде жаңа жылдық ертеңгіліктерді топтық оқшаулауды қатаң сақтай отырып, басқа топтармен сыныптармен біріктірмей міндетті түрде тазалау жұмыстарын және шарадан кейін үй-жайды желдетуді жүргізе отырып өткізуге болады. Дәрігерлер жаңа жылды отбасыңызбен бірге бөгде адамдарсыз өткізуге кеңес береді.